Екеуі оның өміріндегі ең қымбат адамдар еді. Назерке 16 жыл бұрын өмірлік жарын кездестірді. Күздің жаңбырлы күні еді. Автобуста оған орын беріп, жылы жымиды. Сол сәттен бастап өмірі өзгерді. Қол ұстасып серуендеу, тәтті сөздер, сенсіз өмір елестемейді деген хабарламалар. Ол Назеркенің алғашқы әрі соңғы махаббаты деп сенді. Уақыт өте келе екеуі үйленді. Бақытты еді. Назерке оған шын сенді. Жанында әрдайым болған бала күнгі құрбысы аяулым. Ол сырласы, қуаныш пен мұңның куәсі еді. Назеркенің өміріндегі ең қымбат екі адам өмірлік жары және аяулым болды. Бірақ ол білмеді. Дәл сол екеуі бір күні оның жанын бірге жаралайтынын. Алдымен бәрі ұсақ түйек нәрседен басталды. Назеркенің күйеуі бұрын ерте келетін. Енді түнгі 9-да да жоқ. Клиенттер көп, жұмыс артты дейді. Назерке сенгісі келді. Бірақ бір түні ұйықтап жатқанда телефонына хабарлама келді. Жетіп алдың ба? Аты жазылмаған еді. Жүрегі дүрсілдеп, қолы дірілдеді. Ішінде бір сезім оянды. Әйелдің қанша дегенмен түйсігі ғой. Келесі күндері ол жұмыспен жиі кететін болды. Бәрі өзгере бастады. Сол уақытта аяулым да суық тарта бастады. Бұрын кафеге барайық па дейтін. Енді хабарламасына да жауап бермейді. Кейін Назерке оның сторисынан көріп қалды. Ол кафеде отыр. Қасында бір адам. Ал оның қолындағы сағат күйеуінікі еді. Телефоны қолынан түсіп кетті. Жүрегі қақ айырылды. Бірақ өзін жұбатты. Мүмкін сәйкестік шығар деп. Келесі күні күйеуі үйге кіргенде Назерке күлді. Бірақ сол күлкінің артында мың сұрақ бар еді. Ол душқа кіргенде телефонын алды. Қолдары дірілдеп, паролін терді. Телефон ашылды. Жоғарда бірінші тұрған шат аяулым еді. Жүрегі тоқтап қалғандай болды. Хабарламаларды оқып, кешегі түн ұнады ма? Саған қарап отырып, бәрін ұмытып кетем. Ол білмейді ғой я деген хабарламаларды көреді. Телефон қолынан түсіп кетті. Экран сынғандай. Назеркенің ішкі дүниесі де сынып түсті. Бөлме тып-тыныш. Тек жүрек дүрсілі естіледі. Ол көз жас төкпеді. Тек ішкі жан дүниесімен күресті. Сол сәтте түсінді. Кейде жылаудан да ауыр сәт бар. Ол ештеңе сезбеу. Күйеуінің дауысы шықты. Телефоным қайда? Назерке үнсіз тұрды. Қолында сынған телефон, үстінде өтіріктің дәлелі. Ол ашуланып айғайлады. Телефонды неге қарадың деп. Назерке жай ғана сыбырлап айтты. Өйткені сен маған өтірік айттың. Күйеуі үндемеді. Көзі бәрін айтып тұр. Бірақ Назерке енді қорықпайтын. Өйткені қорқатын ештеңе қалмаған еді. Назерке телефонды үстелге қойды. Экранда соңғы хабарлама әлі ашық тұр. Саған қарап отырып, ұмытып кетем бәрін. Ол экранға көз тастады. Жүзі ағарып кетті. Назерке жай ғана сұрады.
Қанша уақыт болды? Деді. Бір рет қана, сен ренжіп қалған соң. Бір рет пе? Деді күліп Назерке. Бір рет болса, неге оған жүрегінен орын бердің? Деп сұрады. Жауап болмады. Назерке өзін бөтен сезінді. Сүйген адам бөтен, сенген адам жалған, сүйінген иық жат. Күйеуі кетіп қалды. Есікті тарс жауып, үнсіз қалдырды. Назерке терезе алдында ұзақ тұрды. Жаңбыр тамшылары терезеге тырсылдап соғылып, оның ішкі күйімен үндесіп жатты. Кешкі сағат 11. Телефон безілдеді. Аяулым хабарласқан еді. Назеркенің қолы дірілдеді, бірақ көтерді. Не істедіңдер? Деді сыбырлап. Назерке, мен түсіндіре алам. Түсіндіруге не қалды, аяулым? Деді Назерке. Тыныштық орнады. Аяулымның тынысы естілді. Назеркенің көзіне жас келді. Мен саған сендім ғой. Ол үнсіз жылады. Назеркен телефонды қоя салды. Түн ортасында жалғыз қалды. Бөлмеде тек ескі фотолар. Назерке, күйеуі және аяулым үшеуі. Сол күлкілердің ар жағында жара жатқанын кім білген? Бір кезде есік қоңырауы соғылды. Күйеуі тұр. Көздері қызарған. Қолында гүл. Назерке, мен бәрін бұзғым келмеген. Мен қателестім. Деді. Назерке күліп жіберді. Көз жасын тыя алмай тұрып, жай ғана айтты. Сен мен емес, өзіңді жоғалттың. Менің жүрегім енді сағанға үй болмайды. Ол есікті жауып алды. Бөлме тып-тыныш. Ал ол өз өмірінің енді бұрынғыдай болмайтынын білді. Күндер өтіп жатты. Әр таң азап. Кеш үнсіздік. Түн көз жас. Ойында бір ғана сұрақ. Неге дәл сол екеуі? Бір күні Назерке шешім қабылдады. Бәрін бетпе-бет айту керек. Аяулымға жазды. Кездесейік, бәрін сөйлесейік, деді. Кешкі 7-де сол ескі кафеде кездесті. Аяулым келді. Жүзі солғын, көзі төмен. Сен неге? Деді Назерке. Мен оны жақсы көріп қалдым, байқамай, деді аяулым. Байқамай? Деді Назерке күліп. Біреудің күйеуіне қарап, жүрегіңді ұстай алмай қалдың ба? Деді. Аяулым үнсіз қалды. Назерке жалғастырды. Мен саған бәрін сеніп айттым. Сырларымды, қорқыныштарымды. Сен менің бауырымда едің. Ал сен сол сырларымды пайдаланып, орнымды алғың келді ма? Деді. Аяулым басын изеді. Мен өзімді жек көріп жүрмін. Бірақ мен оны жақсы көрдім, Назерке, деді. Сен мені жақсы көрдің ме? Бір сәтке болсын, деді Назерке. Иә, бірақ жүрек тыңдамайды ғой, деді. Жоқ, аяулым, жүрек тыңдайды. Сен оның үнін естімеуді таңдадың, деп айтты. Сатқындықты сезім деп атадың. Бірақ ол әлсіздік. Мен оны кешіре алмаймын. Осы сәтте кафеге Назеркенің күйеуі кірді. Аяулымның артынан. Назерке, мен бәрін бұздым, бірақ сен мен өмірімді жалғастырғым келеді, деді. Назерке күлді. Өмірің бе? Сен менің өмірімді талқандадың ғой. Қазір менде тек бос қабық қалды. Сенің кешір деген сөзің жарама таңғыш бола алмайды. Ол тізерлеп жылады. Аяулым үнсіз тұрды. Назерке оларға қарап бір сәтті аяп кетті. Себебі олар оны емес, өздерін жоғалтқан еді. Ол есікке
бет алды. Шықпай тұрып, артына қарап, сендер менің жүрегімді өлтірдіңдер. Бірақ білесіңдер ме? Мен тірімін. Мен енді сендерсіз де өмір сүре аламын. Ал сендер бір-біріңнің жазасысыңдар деп айтты. Солай деді де жаңбырдың астына шығып кетті. Сол жаңбырдың астында Назерке алғаш рет жеңіл тыныстап, жылаған жоқ. Жойылған жоқ. Қайта туылды. Сол түні Назерке үйге келді. Бәрі бұрынғыдай. Бірақ бәрінің иісі басқан. Үстел үстінде ескі суреттер. Назерке, күйеуі және аяулым. Күліп тұр. Сол сәтте түсінді. Кейде ең бақытты шақтар ең ауыр естелікке айналады екен. Суреттерді жыртты. Әр жыртылған парақпен бірге ішіндегі өкпе де жоғалды. Назерке күлге айналды. Бірақ сол күлден кейін қайта туылды. Келесі таң басқаша таң болды. Күннің нұры жаңа өмірдің белгісіне айналды. Жаттығуға барды. Күндер өтті. Бір күні көшеде бұрынғы күйеуін көрді. Ол, сен өзгеріпсің, деп деді. Назерке жымиды. Иә, енді мен өзім үшін өмір сүріп жүрмін, деді. Күйеуі үнсіз қалды. Бір сәтке оны жоғалтқанын түсінді. Бірақ кешеді. Аяулым да жазды. Мен саған тілеймін. Бақытты бол, мен өз қатеммен өмір сүріп жатырмын. Назерке оған жауап бермеді. Кейде үнсіздік ең дана жауап. Ол өмірін қайта бастады. Жаңа адамдар, жаңа арман, жаңа тыныс. Бірақ ең бастысы өз-өзін тапты. Назерке сатқындықты кешірмеді, бірақ одан арылды. Махаббатты жоғалтты, бірақ өзін тапты. Құлады, бірақ қайта тұрды. Енді ол өз жүрегінің иесі. Арнама жазылып, комментарий жазып, лайк баса отырыңыздар.